Сәлеметсіз бе? Бұл дүкеннің сатушысы. Бақдәулетті танисыз ба? Я, ол менің інім. Не болып қалды? Маған оның ата-анасымен сөйлесу керек. Олар қазір жұмыста. Мен оның әпкесімін. Маған айтсаңыз болады. Жарайды. Сіздің ініңізді дүкеннен шығарда ұстап алдым. Өйткені ол төлемей қалтасына шоколад салып алыпты. Полиция шақырмай тұрғанда тездетіп келіп, төлегеніңіз дұрыс болар. Әрине, ешқайда қоңырау шалмаңыз. Мен 5 минутта боламын. Сен неге олай істейсің? Әкем мен анамыз білсе қайтесің? Түсінесің бе? Мен өте тәтті нәрсе жегім келіп кетті. Сен түсін, олай істеуге болмайды ғой. Түсіндің бе? Я, бірақ шоколадты мен ұрлаған жоқпын ғой. Қалай сонда? Мен өзім сатушы тәттіге қоңырау шалғыздым. Өйткені сендер маған тәттіні көп жеуге болмайды деп алып бермейсіңдер.